Қабір үстіндегі зұлмат, өлім ойнағы. Алакөлеңке торлаған киіз үйдің ішінде аштық меңдеп, көзі аларып, ұрты суалып, әбден арыған адам отыр. Бұл баяғы Аймырза байдың бақташысы Батырақ Сәуірбек еді. Басқа түскен мына жағдай оны мүлде есеңгіретіп, аздырып жіберген. Салбырап кеткен басын зәуеде бір көтеріп, апырмай-ай деді, үйдің ішінде кісі толып отырғандай-ақ. Жан жағына алая қарап, әлгі жамырап жүретін өкілдеріміз, белсенділеріміз ат ізін салмағаны қалай? Әй, Сәуірбек, сенде ес қалмаған екен дейді. Көп сөйлемейтін ауылдасы Ақынбек. Олар бізден алатынын түгел алып біткен. Енді бұл ауылға сен екеуміздің өлігімізді санау үшін келмесе, басқаға әуре болмас. Осының бәрі өзінің сандырақтаған ой екенін Сәуірбек түсінер емес. Үй ішінде отырғандар түгел үнсіз қалғандай. Алдағы күніміз қалай болады? Ертең не істейміз деген белгісіздік санасын торлап алған. Сәт сайын зілдей ауыр мұң басып, еңсесін езе берді. Көптен түндік ашылмаған ауылдың сырт пошымы да көзге түтен үрей шақырғандай. Бұл ауылда жыбырлаған жан жоқ. Мұндағы адамдардың бәрі ескі жұрттан тері терсек, сүйек саяқ іздеп, тышқан аулап босып кеткен. Өзек жалғар бірдеме табамыз деп жүріп, көпшілігі жеткен жерінде көз жұмуда. Балқаш қоңыратқа тұс-тұстан шұбаған елдің арасында ерлі зайыпты Ақынбек пен Күнімханда кетіп барады. Ұшы қиыр жоқ иен түз, көзге ілгер бұдырсыз боз бетеге, жапқан жалпақ даланың көз ұшында теңіздей толқыған көгілдір сағым, қол бұлғап шақырама, кейде жөңкіліп алға озама, айырып болмайтын болжаусыз дүние, сүреңсіз сұрқай аспан. Көк төсіндегі күн жарықтықтың бар жоғы белгісіз. Осынау иен түзде жаяу жалпылы шұбыраған бір қауым жұрт түстікке қарай босып барады. Сырт қараған адам оны не көшке, не шеруге ұқсата алмас еді. Үстеріне ілген киімдері шоқпыт-шоқпыт, жүдеп жадап, шұбаған адамдарға қараудың өзі ауыр. Босқындардың орта тұсында 5-6 жасар баланы бірде арқалап, енді бірде жетектеп, жандарын шүбірекке түйген Ғайни мен Әмина да ілесіп барады. Шұбыраған елдің алдында еңсегей бойлы ер адам бара жатты. Ғайни әлгіге өлгенше шұқшиып ұзақ қарады. Құданың құдіреті, ана адамның жүрісі бұған соншалықты жылы ұшырағаны. Тым алыста бара жатқандықтан көзі еркін жетпеді. Мына босыған адамдардың қайда бағыт ұстағанын бір білсе сол білетіндей. Бірақ оны қуып жетіп, жөн сұрауға бұлардың хәл қуаты келер емес. Ғайни баз-базда мойнын созып, алдыңғы жаққа көз жіберді. Межелі жерге ендігі жетсе керек еді. Бірақ жүрістері өнбей ме, әлде баратын жерлерінің мойны алыс па, түсініп болмады. Ұшы қиыры жоқ қу медиен жеткісе қане. Әулие тауының найзадан шаншылған көк сүмбі шыңы, күндік жерден көзге ілінетін жарықтық, о да бұлар жолға шыққалы қас қылғандай ғайып болған. Ғайни ойлайтын көкше көл сол әуледен ары қарай сәскелік, бәлкім күндік жер болар деп, аяғын азар басып келе жатқан Елханға көз қырын салсақ, іші бауыры уылжып жүре береді. Алла тағала енді осы жалғызымнан айырмаса екен деп, жанын шүбірекке түйіп, жүрегі Елхан деп езілуде. Апа, шөлдедім дейді, сыбырлай сөйлеп, дауысы қарлығып, әлсіреп, әлжуаз тартқан бала. Қазір келіп қалдық, жарығым,
шыда дейді Ғайни, баласына бар айтары сол. Содан соң беліне қыстырған дорбаларын тағы да ақтарып, қалған жарты құртты алып, соны 3 бөлікке бөлді. Бір бөлігін орта тостаған суға езіп, Елханжан, мынаны ішші деп, тостақанды баласының аузына тосты. Ерні кезеріп кеткен Елхан, әлгіні ішкен соң, сәл-пәл ес жинап, күш алғандай, жанары жылтырай түскен. Қалған 2 бөлігін Әмина екеуі суға езіп бөліп ішті. Бұлар биылғы қыстан қажып, тозып, осы күнге әзер ілікті. Жаз шыққалы қыстан қалған, қатқан құтқанды талшық қылды. Ауыл маңынан қой жуа, түйе табан, тау пияз теріп, соны нәпақа етті. Аздан кейін оның өзі де маңайдан жоғалды. Азаматы Айғазыны НКВД жендеттері байдың тұқымы, тап жауы деп ұстап әкетіп, 10 жылға соттап, Сібірге жер аударды. Бір күні бұлар ауылдарының дәл іргесінен шұбырып өтіп бара жатқан көп адамды байқады. Босыған адамдардың алдында ат жетектеген еңгезердей әлгі кісі кетіп бара жатты. Жетектегі аттың үстінде бір әйел отырған секілді. Басқаларға қарағанда әлгілердің жағдайы барға ұқсайды. Соның соңынан ерген адамдарда қисап жоқ. Ұбақ-шұбақ Әмина ширақтау еді. Жүгіріп барып біреулерінен жөн сұраған. Қоңыратқа кетіп бара жатырмыз. Сонда өндіріс ашылыпты. Соған жетсек, нан тауып жейтін жұмыс табылар әйтеуір. Аштықтан аман қаламыз десе керек. Мынау жақсылық хабар екен деп, Ғайни мен Әмина әлгілерден қалмай дереу жолға жиналды. Бар азығы сарымайдың босап қалған қарны, бұдан бөлек бір уыс құрт, соларын мұқият орап беліне байлады. Көтеретіндей құтыға құйып аздаған су алды. Сонымен әлгі шұбаған елдің соңынан бұлар да ерді. Содан бері неше күн, неше түн өткені белгісіз. Ғайни 3 құрсақ көтерді. Балаларының алды азамат болып қалған шағында мына нәубеттің құрбаны болды. Айналасы 10 шақты күннің ішінде Елжаны мен Жұмаханы бірінен соң бірі көз жұмды. Содан кейін бір әулеттің ендігі қалған жалғыз тұяғы, жалғыз үміті Елхан еді. Соны аман алып қалу үшін өзен жағалағанның өзегі талмас деп, мына шұбаған елге ілесіп, Ғайни де кете барды. Келер күннен үміт жоқ, бұлыңғыр түнекке сіңіп бара жатқандай. Бейдауа өмір, белгісіз тоңқиық. Ғайни өзі үшін емес, мына жалғыз Елханы аман қалса екен дейді. Осының тұяғы бірдеңеге ілігіп тірі қалса деп, жаратқанға жалбарынуда. Ата-бабаларының әруағына сыйынып, көзімнің қарашығы осы жалғызымды көпсіне көрме деп, Құдайдан тілеуде. Күн кешкіріп көз байлана бастаған. Баланы арқалап келе жатқан немере сіңлісі Әмина болатын. Бала шағасынан айырылып, о да сорлап қалды. Балқашта үлкен құрылыс салынып жатыр. Соған барамыз деп, азаматы ержеткен ұлын ертіп, бұдан көп бұрын жол жүріп кеткен еді. Содан хабарсыз, солардан бір жақсылық болып қалар деп, тоса-тоса зарыққан 2 үйлі жан, ақыры шыдамдары жетпей, өз тірліктерін жасап, шұбаған елге ілескен. Осындай күйге қалай түскендеріне Ғайнидың ақылы да, көзі де жетер емес. Қайнатасы Аймырза ақсақал қандай еді? Азаматы Айғазы ше, жалпақ жұртты аузына қаратқан ақыл парасаты мол жандартын. Жазығы, бай болғаны, жаңа өкіметке жақпады. Ақыры жер ауып сотталып кете барды. Жаңа өкімет жақтырмаса байдың тоқымын жақтырмасын. Неге кедейдің баласы аштыққа ұрынды? Соған ақылы жетер емес Ғайнидың. Бұлар көз байлана әлде бір тастақ жерге ілікті. Осы жерге түнеп шығайық, қараңғыда бірдемеге ұрынып қаларымыз деп топшылаған. Оның үстіне алдарында кетіп бара жатқан ат жетектеген еңсегей адам да көрінбей кеткен. Неше күннен бері соны қара тұтып,
алыстан көз тігіп отырған, бәлкім олар бізден озып кеткен болар. Алды артына шұбап келе жатқан жадаған жандардың қарасы селдір тартқан. Аштық өткен адамдар жүріп келе жатып, жол жиегіне опырылып құлап түседі де, сол орнынан тұрмай қала береді екен. Біреуге біреудің қарайласар халі жоқ, еңкейсе өздері сұлап түсетіндей. Ғайни Елханды арқасынан түсіріп, баланың басына иығындағы ескі құсқы киім салған дорбасын жастап жатқызғаны сол еді. Қараңдаған екі адамның сұлбасы қырдан шыға келгені. Әлгілер аштықтан жадағандарға ұқсамайды. Жүрістері суыт. Жаулықты әйелдердің қасына жетіп келген екеуі бірден бұларды бас салып, үсті бастарын тінтіп, ештеңе таппаған соң ары қарай кетті. Не іздеп жүргендерін бір Алла білсін. Олар кеткен соң әйелдер шашылған шоқпыттан жиыстырып, қайтадан Елханның басына жастап, сол жерге түнемек болып жантайысты. Босқындар қалжырап қатты ұйықтап кеткен екен. Төңірек ағараңдай бастаған кезде Ғайни әлденеден шошып оянды. Аспанның шығыс етегі құлан иектеп, аштық арқалаған тағы бір таң атып келе жатты. Осы кезде иттің ырылы секілді ар-гүр еткен тосын дыбыс құлағына қарып түскенде естілді. Ойпырмай-ай, бұл не болды деп Ғайни жан жағына шошына қарады. Сөйткенше құлағына тағы да ыр-ыр еткен иттің дыбысы естілді. Ол сонда ғана байқады, өздерінен таяқ астам жерде ит емес, қасқырлар әлденені жұлқылап, жұлмалап жатты. Сол-ақ екен, қинала ыңырсыған адамның дыбысы естілді. Мына сұмдықты көрген Ғайнидың зәресі зәр түбіне кетті. Жалма-жан, Елхан, айналайын, балам тұра ғой, тез-тез кетейік мына жерден деп баласын жанталаса оятты. Бұл кезде Әмина да басын көтеріп, әлгі ырылдаған жыртқыштарға шошына қарап, апай, ананы қара деді. Сол мезет ар-гүр еткен қасқырлардың дыбысымен бірге ай деп қиналған адамның ыңырсыған дауысы шықты. Сасқалақтаған Әмина маңайын сипалап кеше қолына ұстап келген таяғы бар еді. Сонысын тауып алып, орнынан көтеріле бергенде оң жақ бүйірінен тағы екі қасқыр бұларға қарай андыздап келе жатқанын байқады. Мұны көрген Ғайни, Әмина қашайық, ананы қара деп, Елханды көтере сала, тәлтіректей басып, еңкеңдеп жүгіре жөнелді. Апай, сіз Елханды алып бой тасалаңыз, мен аналардың жолын бөгейін деп, таяғын көлденең ұстаған Әмина, жалы күдірейген жыртқыштарға жасқанбай қарсы тұрды. Аш адамды жеп, әбден дәніккен қасқырлар әйелден қыңатын емес. Тістері ақсиып, сәл тайқыса, тарпа бас салатындай тура қасына жете бере тоқтады. Әмина таяғын сермеп, жыртқыштарды жасқап, дыбысын шығарып кет жоғал деп, екі жағына алма-кезек бұрылып айбат шегіп бақты. Сол сәтте ту сыртынан келіп қалған нән көкжал әйелдің басына бірақ ырғыды. Аштықтан әлсіреген Әмина ет бетінен түсті. Үстіне мініп алған жыртқышты аударып тастауға шамасы жетпей, тырбанып, басын көтере бергенде тамағын от қарығандай болды. Ізінше жүзін қан жуып кетті. Әні-міні дегенше қасқырлар әйелдің үстіндегі шоқпыттарын дал-дал айырып талап жеп жатты. Көк жиектен күн кірпігі біліне бастаған. Қасқырлардан қашқан Ғайни баласын арқалап жан ұшырып келеді. Біраздан соң тез жүргенге шалдығып қалған ол аштан бұралған Елханды жерге түсіріп артына қарады. Шамасы қырасып кетсе керек. Маңайдан қауіпті ештеңе көрінбеді. Сөйтсе де қорқынышы сейілмей, құлыным жүре ғой, аз қалды міне, көлдің жағасына жетіп қалдық деп
баланы қолтығынан демеп артына қарайлап, Әмина келіп қалар ма деп алға баса берді. Кеше іңірде өздерімен бірге осы ойпанға жеткен адамдардың көбі жолшыбай қисайған жерлерінен тұрмай қалған. Жан жаққа қарауға шамасы қалмаған әйел баласын қолтықтап, қасқырдан қашып жүре-жүре әлде бір тәп-тәуір жолға ілікті. Сол жолмен арқан бойы ұзаған кезде арттарынан ат арбаға мінген екі кісі бұларды қуып жеткен. Оларды көрген Ғайни кешегідей тағы да бас салатын біреулер ме деп зәресі зәндемге кетіп, қайда барарын білмей сасқалақтады. Жоқ, олай емес, әлгілер иман жүзі жандар екен. Келіңдер, арбаға мініңдер, ауылға жеткізіп салайық деді. Арбаға отыруға Ғайнидың жүрегі дауаламады. Әлгінің біреуі арбадан секіріп түсіп, қорықпаңыз, біз де өздеріңіз секілді қазақпыз, арбаға отырыңыз деді. Мына қатыгез дүниеден өздерін өлімнен құтқаратын мұсылман баласының кездескеніне қуанды ма, кім білсін. Ғайнидың даусы дірілдеп, жылағалы тұрғандай көңілі бір түрлі босап кеткен. Сонда да арбаға жақындауға батылы жетпеді. Апай, сонша неге қорқасыз? Ауылға жеткізіп салайық, отырыңыздар арбаға деді бейтаныс жолаушылар. Жарыса сөйлеп, соны айтқан олар арбаға әуелі баланы көтеріп отырғызды. Соңынан Ғайниді мінгізді. Бишаралар-ай, ашсыңдар ғой деп арбада жатқан құтыны ұсынды. Мынада ептеген су бар, ішіңдер, шөлдерің басылады. Сіздерді Қарамұрынға жеткізейік. Таныстарыңыз бар ма онда деді әлгі азамат. Ғайни оның не айтқанын онша түсінбеді. Құтыдағы суды әуелі Елханның аузына тосып, соған ішкізді. Содан соң өзі ішіп шөлін бір қандырғандай болды. Құр су, соның өзі аш өзекке сәлде болса дем беріп, аздап тыныстары кеңейгендей. Елхан тағы да ішем апа деп еді. Балам-ау, сабыр ет, қазір келеміз деп алдаусыратқандай болды. Бұлар мінген ат арба құмдауыт жолмен селк-селк жүріп, доңғалағы шиқылдап Қарамұрынға бет алды. Арбаға жеккен ат та арық-тұрық болса керек, әзер жүріп келеді. Сәлден соң арбадағы жігіттің бірі көліктен секіріп түсіп, бұларға жаяу ілесіп отырды. Кешегідей емес, аспанның жүзі ашық, күн көкжиектен көтеріліп қалған кез. Осы кезде олар жол жиегінде отырған бір үлкен ер адамды көрді. Қасында әйел адамның жаулығы ағараңдайды. Оның жанында тағы бір бала жатыр. Ары қарай не болды? Кеше ымырт үйіріле ел шетіне жеттік деп келе жатқанда қайдағылардың қайдан тап болғаны белгісіз. Әлде біреулер артынан келіп көк желкеден ұрып жыққан. Бір кісілік әлі бар қайраттақ еді. Буынға түскен аштықтың әсерінен бір соққыға есеңгіреп күш көрсете алмады. Сөйткенше екінші рет қақ маңдайынан тиген ауыр соққыдан тәлтіректеп барып, жол жетіндегі қойтасқа арқасын сүйей сылқ ете түсті. Қатын баласы шырылдап ара түсем дегенше әлгілер ол екеуінде қолдарындағы ауыр сойылмен бір-бір соғып құла серікті жетектеп кете барды. Мұны көрген Ғайнидың жаны жаман түршікті. Неден болды екен деп көпке дейін нәдір жылқышы туралы ойлаған. Мәрт адам еді деп іштей күйзелді. Жол бойы шыбын жанын сүйреп шашылып жатқан өздері секілді ауыл қазақтары. Жанашыр пенде жоқ. Көкте Құдай, жерде кесір атқан кеңес өкіметі жан аямасқа бекінген секілді. О Құдай, сақтай көр бізді, нендей жолға қандай кепке кез болдық деп Ғайни іштей күңіреніп, қаршадай Елханды құшақтап, ертеңгі күндердің не боларын білмей, іші бауыры езіле қайғыруда. Арбашылар әлгі адамдардың әлде қашан жан тапсырғандарын білген соң, олардың да еңселері түсіп, жолдан қалмай жүріп кетті. Енді мына арбаның үстіндегілерді
бейшара жандарды аман алып қалайық десе керек. Сол жерден бастап жолдың екі қапталында өліп жатқан адамдар жиі кездесе берді. Бірі қолын алға созып, әлденеге саусағын іліктіре алмай қалған секілді. Енді бірі дүниеден түңілген жандай бүк түскен қалпы жан тапсырған. Жол бойында шашылып жатқан балалы әйелдердің өлігіне көз тоқтату қиын. Біреулері балаларын құшақтаған қалпы мәңгіге көз жұмған. Осынау босыған жандардың бәрі де кәрі көлге жетіп, бір шыбын жандарын аман алып қалуға ұмтылып, хал қуаты жеткен жерде жан тәсілім болған. Көбі естен кеткен, тұсынан өтудің өзі алапат азап. Арбаға ілесіп келе жатқан адам, мына қара мұрында таныстарыңыз немесе туыстарыңыз бар ма деді, тағы да дауыстай сөйлеп. Қарағым-ау, қайдан болсын, бар еді, бірақ мына заманда олардың қайда екенін өлі тірісінен хабарсызбыз. Әйтеуір ел іші ғой, өлтірмес деген дәмегөй үмітпен келеміз деді Ғайни. Онда өз үйіме апарайын, содан ептеп нәр сызып, әл жинасаңыздар, Құдай сәтін салса, бәрі оңалар деді. Айтқаның келсін айналайын, Құдайына қараған жан екенсің, тілеуіңді берсін шырағым деді Ғайни көзі жасаурап. Оқасы жоқ шешей, біз жай жұмысшымыз, біздің де шекеміз қызып тұрған жоқ. Аштыққа ұрынған қазақтар мұнда көп. Оларға қол ұшын беретін ешкім жоқ. Келіп те жатыр, өліп те жатыр, білмейміз қалай екенін деп, жүзі жабырқап, ренжи сөйледі. Соң шу деп, делбені қағып көліктің жүрісін желдеткендей болды. Иә, солай апай, деп сөзін жалғаған ол, таныстарыңызды сағалап, жан сақтамасаңыздар қиын болады-ау деді. Сәлден кейін бұлар мінген ат-арба тозығы жеткен құрым үйдің жанына келіп тоқтады. Арбадан жеңіл түскен Өтай Ғайнидің қолындағы баланы көтеріп алып, құрым үйдің ішіне кірді. Үйге еніп бара жатып, апай, үйге кіріңіз деді. Үй дегені болмаса, ұсқыны жүдеу екен. Үйде кішірек екі бала және жастау әйел үйге кіргендерге басын изеп, төрге шығыңдар дегендей ишара етті. Нәзікен, мына адамдарды жолдан кезіктірдік. Ашыққан жандар ғой, барыңды бер, су қайнатып қазан қоя бер. Мен жағадан бірдеңе әкелейін деп, үйден тез шығып кетті. Әйел адам үйдің ірге жағындағы ораулы шоқпыттың арасын ашып, аздаған ауқат боларлық нан, май алап, бұлардың алдына қойды. Ақыл есін жоғалтпаған Ғайни нанды үзіп, аштық меңдеген баласына аз-аздап жегізді. Аштық өзегіне түскен бала шыдар емес, түгел бер деп аузын ашқан қалпы шыдамсыздануда, сөйтіп өзегіне нәр барған бала бірден әлсіреп қалды. Қара судағы қанды қол. Күн шыжып тұр, мезгіл сәскеге тырмысқан кез. Қара судың төменгі сағасына қаңғалақтап жеткен 3-4 адам жағаға жетісімен суға бас қойды. Босқындар 3 әйел, 1 ер адам. Өздері жадау, ұрттары суалып, көздері шүңірейіп кеткен, киімдері солпиып, иықтарына ілініп тұрғандай. Су ішкендері қалтақтап, еңселерін әзер тіктеп, жол жүрмекке ыңғайлана берген. Сол сәтте қайдан тап болғаны белгісіз, қайыстай қатқан тапал қара кісі әлгілерге сайтандай сақ ете қалғаны. Келе сала еңкейіп су ішіп жатқан жастау әйелдің жауырын ортасынан бір тізесімен сылқ еткізіп басып қалды. Ойбай, ойбай деп айғай салған әйел атып тұруға шамасы келмей тыпырлады. Көзі апалақтап, ағатай, ағатай деп бірге келген жол серіктеріне жалына жан ұшыра қараған. Мұны көрген іштеріндегі еркек кіндік Ақынбек, әй, Құдай атқыр, қоя бер оны, нең бар ода деп ақырып айбат шегіп тұра ұмтылмақ болған. Бірақ тамағы қарлығып, ақырған даусының айбары солғын естілді. Соның өзі ана сайтанның жынын қоздыруға жарағандай. Ақынбекке жалт қараған ол
қойнынан шолақ балтасын суырып алып, «Кел, өлімті кит, өлгің келіп тұрса», деді. Келіншекті жауырын ортасынан тізесімен басқан қалпы. Балтасын шошаңдатып, қанталаған көзі Ақымбекке қадала қалған. Шабатын жыртқыш секілді. Бұ жасында мұншалықты қорқау қарасты көрмеген Ақымбектің өзі жасқанып қалды. Бейшара әйелге ара түсе алмайтынына өкінді. Онымен алыса кететін бойда қуат жоқ. Аяғына шалынып әзер жүріп келе жатқан аш адамда қайбір қайрат болсын. Дауыстап сөйлеуге де әл керек екен. Ал анау болса ереуілдеп, «Жандарың барында жөндеріңе кетіңдер, әйтпесе бәріңді жайратам», деп тізесімен басып тұрған әйелді желкесінен бір қойды. Мына қорқаудан зәрелері ұшқан әйелдер, әсіресе Ақымбектің әйелі Күнімхан, «Ойбай, кетейік, түрі жаман, өлтіреді», деп Ақымбекті қолтығынан дедектетіп сүйрей жөнелген. Ақымбек сонда да ана жазықсыз жанды аяп, артынан бұрылып, «Әй қарағым, қазақтың баласысың ғой, бізден не аласың? Кеудемізде шыбын жанымыздан басқа түгіміз жоқ. Шырағым, қоя бер ана сорлыны», деп әлгіге жалынып жылап барады. «Кет дедім ғой мен саған, шаруан қанша бұда», деп әлгі сайтан адам әйелдің басын суға батырып, тұншықтырып тастады. Ол болса жан таласа, жұлқынып, аяғы тыпырлап, басын судан шығара алмай, көпке дейін бұлқынып жатты. Онсыз да аштықтан дымы құрып келе жатқан сорлы әйел ақыры қанды қол қарақшының уысында қала берді. Бұл ашаршылық жылы аштықтан әлі кетіп, қарыш жерге жете алмай, арған адамдарды тұншықтырып өлтіріп, етін жеп жүрген құныс қорқау еді. Бұл тажалдың тажал екенін кейінгі жұрт естіп білсе де, оған тік келген жан болмады. Кісі етін жегеннен кісі қорқады деген содан қалған. Аштық араны. Бұл кезде Балқашта бүкіл одақтық екпінді құрылыс қарқын алып, әлемде теңдессіз мыс өндіретін алып комбинаттың құрылысы басталғанды. Қызу жұмыс, коммунизмге бет алған толасыз еңбек толқын-толқын үдеп, жалпақ ел жалғыз көсемді жаһанға сыйғызбай мақтап, болашаққа бет түзеген. Ал қазақ даласында өлім ойнағы жүріп жатты. Оған мынау аспан, анау ұлы дала, мүлгіген өлке куә. Оған оң солын әлі танып болмаған қаршада елхан бала куә. Болашақ өндіріске іргелес жатқан ауылдардан жан сақтауға ағылған қисапсыз қазақ үшін Балқаш құрылысы ақтық үміт, соңғы таяныш еді. Мұқым ел Балқаш құрылысынан пана іздеп, көкше көлді бетке алып, жүздеген шақырымдық шөлді кесіп өте алмай, сүйегі шашылып жолда қалды. Әуез бақы жазығынан көлге дейін көсілген қу медиен құла түз аштыққа ұрынған елдің кенезесін кесіп нәубет аранына айналған шақ. Осы қиямет қырғынға жұтылмай шыққан Ғайни кішкентай елханды жетелеп, балауыз шамдай қалдырған үмітін үрлеп, көл жағасындағы қарауытқан елге жетті. Жыпырлаған қазақтың киіз үйлерін көргенде Ғайнидың көкірегіне тіршілік сәулесі кіргендей болған. Мынау қазақтың ауылы ғой, қазақтың киіз үйлері құттарыған деп жанары ұшқындап, кеудесіне қуаныш нұры құйылған. Әлгі үйлерден таныс, бейтаныс жылылықты сезгендей, тіпті төркінін көргендей ерен қуанышқа кенелген. Артыншақ бұл ойынан тез тайқыды. Сыртын беріп, безеріп тұрған мынау ауылдың жүзі салқын, түсініксіз, ызғар бүркіп тұрғандай ма? Солақ екен, әлгіндегі лүп еткен сезім су сепкендей өшті. Күн жеп, шаң тұтып, қарауытқан киіз үйлер Ғайнидың көзіне тіпті үрейлі көрінген. Аштыққа ұрынған қазақтарды мұнда күтіп отырған ешкім жоқ деген кешегі арбашы Өтайдың сөзі ойына оралған сайын оның бойын үрей кеуледі. Бұлар Өтайдың қамқорлығы арқасында ажалдан сәлде болса алыстағанмен әлі де тұрақ таба алмай тентіреп жүрді.
асханаларды төңіректеді. Солар күресінге бірдеме төге ме, төге қалса содан нәпақа табыла ма деген құнсыз үміт. Келесі күні Елхан, анасы екеуі көл жағалап толқын шығарып тастайды-ау деген балықты аңдыды. Босыған аш адамдардың айтысы солай. Кенет біреулер асхананың қасында хабарландыру жасады. Әкесі жоқ жетім жесірлерге көмек береміз, ертең кешікпей осы араға жиналыңдар деді. Мына жаңалықты естіген Елхан шешесіне қарады. Мүмкін бір пайдасы болар, біз де барайық деп. Екеуі келесі күні айтқан жерге жетті. Жетім жесірлер аз емес екен. Жадаған жүдеген 100 қаралы адам қалтақтап қайыр садаға күткендей телміріп тұр. Бәрінің бас аяғы түгенделген кезде бұларды бүйірінде коммунизм деген жазуы бар пароходқа отырғызып, көлдің үстімен әлде қайда ала жөнелген. Ешкімде тамақ жоқ. Толқын атып, дөңбекшіген асау дарияның төсінде аш адамдарды тиеп алған коммунизм әлде қайда сапар шегіп барады. Бірте-бірте жағадан алыстаған пароход көл бетіндегі көгілдір нілмен араласып, сағымға сіңіп, көзден ғайып болған. Баратын жердің алыс жақыны жолаушыларға тіпті белгісіз. Күн жүрді, түн жүрді, коммунизм таң атып күн батады. Межелі жердің шеті шегі жақындар емес. Апа, қашан жетеміз дейді Елхан. Бірақ оның даусын анасы да басқа да естімеді. Пароходтың гүрілдеген үні аштықтан әлі кеміп, дауысы сырылдап жатқан баланың сөзін аулаққа алып қашуда. Сәлден кейін Елхан шешесінің алдына қисайған қалпы ұйықтап кетті. Ғайнида зәре жоқ. Мына бәлеге қайдан отырдық деп баласын уайымдады. Бір-екі күннен кейін-ақ коммунизмге мінген кілең аш арық өзегі талып шетінен баудай түсті. Өлгендердің сүйегін пароходтың астыңғы қабатына қатар-қатар текшелеп жинап, кемедегілердің өліп бітуін күтетіндей ме, қалай, әйтеуір Бөрлі төбе деген жерге жеткізбей-ақ қойды. Бұлардың қанша жүргені белгісіз. Бір заматта зарықтырған Бөрліге де жетті. Аптадан аса жүрген пароход тербеліп шайқалып, бір бүйірін мүйіске тіреп айлаққа тоқтады. Мінген кезде иін тірескен адам пароходтан түскенде қатарлары селдіреп қалған. Бұл жерде көбіне орыстар тұрады екен. Жетім жесірді Бөрліде ешкім тосып отырмаған болды. Анау алып өндірістен әдейі алыстатып жіберген бе қалай? Бар жасаған жақсылықтары есік терезесі жоқ жер барақтарға әкеп кіргізгені. Әрі қарай не істейтіндері белгісіз. Барақтың қасына жақындай бергенде лапылдап жанған отты айнала қоршап отырған, ұсқыны тозған бір топ адамды көрді. Олар әлденені таласа тармаса отқа қадақтап жеп отырғанға ұқсады. Пароходтан түскендер жаңағылардың тұсынан өте бергенде әлгі адамдардың бірі дауыстап: «Әй, сен Айғазының баласымысың?» деді. Әкесінің атын естіген Елхан дауыс шыққан жаққа елеңдеп мойнын бұрды. Сөйтсе әлгі адамдар жанған оттың қасында үймелеп бірдеңені үйтіп жатқан секілді. Елхан енді байқады. Әлгілердің арасында отырған бейтаныс адам бұларға тағы да дауыстап: «Мен саған айтамын, сен Айғазының баласымысың?» Елхан басын изеген болды. Өзегі талып, кенезесі кеуіп келе жатқан бала бейтаныс адам жейтін бірдеңе берер деген дәмемен бұрыла берген. «Бері жақында, қайдан келесіңдер?» Сендер жаңағы коммунизмнен түсіндер ме?» деп әлгі адам бұдан жөн сұрап, өзіне қарай бұрылған баланың жауабын күтпестен: «Мә, жейсің бе?» деп отқа қақтап жеп отырған күйелеш-күйелеш сатты балаға ұсынды. Бұл не деуге Елханның шамасы келмеді. Бірден әлгі күйелеш сатты тісіне басты. Қажалап көрді. Жүн әлде тері тәтті
тәтті ма, белгісіз, не деген шегедей қатты деп қаужалап, сорғылап болмаған соң оны анасына берген. Ол болса, қой балам, мынауың жейтін нәрсе емес, таста, тәй терме, не нәрсе өзі деп әлгі көйлеш саты тісіне әрі-бері басып көрген шешесі жол жиегіне тастай салды. Бөрлі төбеде бұлар баялыш шауып, қамыстан маты дайындамақ. Аш құрсақ жүріп, әлгі шаруаға жегілді. Аштықтан азып, терісі сүйегіне ілінген бейшаралар не тындырсын, бұл жерде де өлім құшты. Әр үйдің бұрышында, жол жиегінде, отырған жерінде жан тәсілім етіп, ит құсқа жем болуда. Өлген қазақ өлді, оған селт еткен ешкім жоқ. Аштардың аңдитыны асқананың маңы, төккен қалдықтарды тіміскілейді. Аштық өтіп, ақылынан ажасқандар өлгендерді жырмалап жей бастады. Осындай күндердің бірінде Елхан жағада тегін нан беріп жатыр дегенді ести сала, солай қарай қалтақтап жөнелген. Сөйтсе, шоқпықтарын сүйреткен аштар қара құрым қаптап, кеңірдектерін созып, ғайыптан көмек күтіп тұр. Әлгілердің арасына сыналай кіріп, таласып, тармасып, Елханда бір таба нанды қолына алды. Аппақ ақ күлше, нанды қойнына тыға сала бірден анасына жүгірген ол. Қолына өлшеусіз бақ қонғандай алып ұшып келді. Анасының қасында бұл танымайтын бейтаныс екі әйел бар. Үшеуі барақтың бұрышында отыр. Ғайни Елхан әкелген нанды аласап, бір үзіп аузына салды да, ойбай, мынау күшәлі татиды ғой деп жеуге бөгеліп қалғаны. Елхан оны түсіне алмай, ол не нәрсе, әкеші, өзім жейін деп қолын соза берген. Сол-ақ екен, қасында отырған екі әйел, әй, онда сендер жемей-ақ қойыңдар, әуелі біз жейік деп табан нанды табан астында апырып-жапырып жеп алғаны. Бірақ екеуінің де өзегі күйіп, іштерін ұстап бүріскен қалпы ақ ұрды. Біреуінің даусы сырылдап, тіпті кетіп бара жатты. Анасы да аузын алақанымен басып, аяқ астында пұшайман болғаны. Елханда зәре жоқ. Апа, не болды деп анасының жүзіне үңіліп бәйек болуда. Сол екі арада әлгі нанды бөліп жеген екі әйелдің бірі, шемішкенің майы болса деп қылғынып бара жатты. Мұны естіген Елхан дереу шемішкенің майын іздеп шарқ ұрып, үй-үйді аралап кезіп кетті. Май қайдан табылсын? Нанның қайқымы мұң болып тұрған кезде. Күн еңкейіп бара жатқанда Елхан бір үйдің жанына келді. Байлауда тұрған бұзаудай ит арсылдап, мұны маңына жолатар емес. Орыстардың үйі секілді, үйде де түзде де ешкім көрінбеді. Арсылдаған итке де қарамастан, әлгі үйді айналып жүгірген Елхан терезе көзінде тұрған бір құты майды көрді. Қалай алуға болады? Бала көп ойланбастан терезені таспен бір періп сындырып, майды қойнына тыға сала, әлгі арадан табанын жалтыратты. Жан ұшырып анасы қалған жерге жүгіре басып жеткен. Сөйтсе, манағы әйелдердің үшеуі де құлап жатыр. Шешем өліп қалған екен деп Елханда зәре жоқ. Апа деді ол, құлындағы дауысы құраққа жетіп, анасын бас салды. Мұның бағына қарай ол аман екен, бірақ аузын ашалар емес. Елхан анасының аузына май құйып, өлдім талдым дегенде шешесінің бетін бері бұрып алды. Ал әлгі нанды бөліп жеген екі әйел тіл тартпай кеткен. Ертеңінде Елхан кешегі нан таратқан жерге келді. Күн ілгерідегі құжынаған адам жоқ, сап тыйылған. Не деген жауыздар, аштарға көмектескен болып, оларды улап өлтіргендері бала санасына сияр емес. Жүрегі қан жылады. Әлгі тірсегіне соғылып, аш жалаңаш жүрген балалардың бірі де қалмаған. Түгел тегін таратқан ақ нанды жеп көз жұмғанын білді. Бұдан өткен зұлымдық болар ма? Бала Елхан мұның сырын түсіне алмады. Кейінде ол осы жағдайды жиі есіне алып, ойына түскен сайын еңсесін жаншыған ауыр мұңға батып, жүрегі жылап тұратын. Қашадайынан
осындай аяусыз қиянатты көрген ол қалайда мына зұлматтан тірі қалсам деген жалғыз тілекті ойынан шығарған емес. Әзірге қасында анасы бар. О дүниеден оралған, қара судағы қарақшыдан аман қалған Ақымбек пен Күнімхан қара мұрындағы жыпырлаған қараша ауылдың іргесіне әл дәрмендері бітіп әупірімдеп зорға жетті. Аман келгендеріне қуанды. Бұларға ерген ауылдастары Зүбәйра аштан бұралып жолда қалған. Ел шетіне енді іліккенде жағдайы әбден нашарлаған Ақымбек әлде бір киіз үйдің іргесіне келгенде кескен теректей құлап түсті. Бойынан әл тайғаны соншалық Ақымбектің дыбысы шықпай, жанары сөніп, санасы тұманданып бара жатты. Ақсақалын мына қалпында тастап кетуге қимай, алып жүруге шамасы келмей, Күнімхан көп күйзелді. Ақыры күйеуін сол араға қалдырған ол, таныс біліс кездесіп қалар деп, жан-жағына жалтақтап, үй-үйді жағалады. Біреу болмаса, біреу жолығар, ел ғой, өлтірмес деген үміттің жетегіне ерді. Кенет астапыралла деді ол, төңірегіне үрейлене көз тастап. Ғасырлар бойы қазақ баласымен қоса жасасып келе жатқан киіз туырлықты қараша үйлер көзге көрінеу үрей шақырып тұрғандай. Соны сезген сайын Күнімханның жүрегі мұздап үрпиіп қалды. Ей дүние-ай, балапан басында, тұрымтай тұсында деген осау. Болмаса біз кімнен кемедік, енді не күйге кез болдық. Ата жұрттан ауып, босыған түріміз мынау. Бір үзім нанға зар қылған, жаратқанға не дейін деп, іші бауыры сөгіліп, есінен адасардай хал кешті. Мұны кім айтқандай, ханның қызындай, баяғының бегімі еді деп. Соны ойлаған сайын өзегі өртене күйініп келеді. Сөйтіп, қаңғалақтап жүргенде біреу білегінен шап беріп ұстай алғаны. Күнімхан әлгі адамға мойнын азар бұрды. Дәрмені бітіп, санасы сансырап жүре берген. Әпкетай-ау, бұл мен ғой, Айымкүл. Әпке деп өзін құшақтап алған әйелді ол әзер шырамытты. Бұл өзінің туған сіңілісі Айымкүл екен. Екеуі жылап көрісті. Сіңілісінің жағдайы сірә жаман емес. Күйеуі темір жер қазатын жұмыста болса керек. Солардың үйіне жетіп, аузы асқа тиіп, әл шақырған Күнімхан Айымкүлге жездең нашар қалжырап келді. Ауылдың шет жағындағы бір киіз үйдің іргесіне жатқызып кеттім. Өзім таныс біліс біреу кездесіп қалар деп іздеген түрім ғой деді. Содан соң сіңілісін ертіп, әлгідегі Ақымбекті қалдырған жерге жүгіре басып жетсе, ол арада ешкім жоқ. Үйді шатастырып алдым ба деген Күнімхан сүйретіліп келесі үйге, одан өтіп тағы біріне барды. Жүрген тұрған адамдардан сұрайды, ешкім ештеңе көрмеген. Сөйтіп, бармаған үйлері қалмады. Ауылды түгел шарлады. Кешкілік күйеу баласы темір жұмыстан шаршаңқырап кеш келді. Жағдайды естісімен ол дереу бажасын іздеп кетті. Біраз жерді аралап ештеңе таппай, қабағы түсіп, өңі қабарып жеткен. Не жағдай, неге жүдеп келдің деген Айымкүл күйеуіне. Сұмдық, аш адамдар шұбырып келіп жатыр. Бұл жерде оларға біреу бірдеңе дайындап қойғандай. Тіпті оларды ашсың-ау, өлесің-ау деп жатқан тірі жан болсайшы. Ауып келген ешкім жоқ. Бәрі осы елдің адамы. Бұл өзі не болып барады? Ой, сұмдық-ай, деді ол күйзеле күңіреніп. Қатыгез түнек орнады ма? Апатай-ау, айтыңызшы, қисапсыз жан қырылып жатыр ғой. Қарағым-ай, деді. Ас кем шай алып, ас ішіп, ес жиған Күнімхан даусы дірілдеп. Дауасы заман болды ғой. Қайбір жетіскеннен келіп жатыр дейсің. Тістерге тұяғы, ішерге тамағы қалмаған қаймана қазақ бір тамағы үшін қаңғы босып кетті. Қарағым, сүйегі шашылып кімнің басы қайда қалмай жатыр. Жол бойы көріп келдік, жаның түршігеді. Құдай өзі сақтасын, жанымызды шүбірекке түйіп, өліп өшіп әзер жеттік-ау.
Аш адам бір құлағаннан соң тұрмайды екен ғой. Бұралып жатып көз жұмады екен деді. Қайынбикесінің сөзін үнсіз тыңдап отырған Темір: апырая, ақаң аман бекен, қайда кетіп қалуға тиіс? Таныс біреулер кездесіп қалды ма деп алаңдай бастаған. Ақыры таң бозынан тұрып тағы да іздеуге кірісті. Сөйтіп жүргенде бір адам: сендер мына қара мұрынның арғы бетіне барып көрдіңдер ме деді. Жоқ деді Темір. Онда сонда барыңдар, осы төбенің арғы етегінде, деді ол қолмен қарауытқан төбелердің шығыс жағын нұсқап. Өлген адамдардың сүйегін ат арбамен тасып сонда апарып үлкен орға жаппай жерлейді. Өліп қалса сол жақтан іздеңдер деді әлгі адам. Мына сөзді естігенде Күлімханның жүрегі тоқтап қала жаздады. Сіңілісін ертіп Темір үшеуі жылап еңіреп әлгі адам айтқан жерге асыға жөнелді. Таң атып келе жатқан кез. Қара мұрынның қадау-қадау жатаған шоқылары көзге суық әсер қалдырғандай сұстанып тұрды. Киіз үйдің сыртында жатқан Ақымбекті екі кісі қол аяғынан ұстап ұрдудан арбаға тиеп ала жөнелген. Құдай оңдап арбаның үсті жұмсақ екен. Ақымбек өзін көлікке тиеген кімдер екенін біле алмады. Есінен адасып талқысып жатқан. Арба кедір-бұдыр жолмен жүре жөнелгенде ғана ол доңғалақтың дүрсілін болар-болмас сезгенде еді. Сөйтсе де өлім мен өмірдің арасында арпалысып жатқан. Біреу оттан, біреу судан өлсе, біреу аурудан, біреу апаттан өледі екен. Бұған дейін қазақ баласы аштан өлді дегенді кім естіді дейсің? Ақымбектің де тастай боп суыған ұлы кеудесінен жаны шырқырап шығып, әппақ тұманның ішіне араласа жөнелген. Сол-ақ екен, шыбын жаны тұл дүниенің азабынан арылып, бір мезет жеңілдеп, қара мұрынға қарай қалқып ұшты. Өлгендердің мәйіті тиелген арбаның үстінде өзінің де денесі жатыр. Көнетөз шапанның өңірі ашық-шашық, басына киген пұшпақ бөркі түсіп қалған ба? Көрінбеді. Қасында Күнімхан бар еді, о да жоқ. Енді олар бұған керек емес секілді. Аштан өлді ме, аурудан өлді ме, ол енді есеп емес. Әйтеуір өліп, жанына азаттық алғандай. Осы кезде жоқ деді бір дауыс. Неге? Аштан өлді деген жаман ғой, сүйекке таңба. Онда аштан өлтірді деп айт, дейді екінші бір дауыс. Әрине, мына қарайған ел өлейін деп өліп жатыр ма? Бізді аштан өлтіріп жатыр. Аштан дейді жамыраған дауыс. Осы кезде тағы бір таныс дауыс. Ей, Ақымбек, сен кеше Қарасуда әлгі жас келіншекке ара түсіп, ана Қаныпезердің қолынан өлгенде, бүйтіп аштан өлгеніңе өкінбес едің дейді. Жүрісті көтере алмай жолда қалған әлгі ауылдасы Зүбайраның даусы секілді, мұны кінәлап тұрғандай. Бұл уақытта мәйіттер тиелген ат арба қара мұрынның іргесін жиектеп, төбешіктің бауырына жетіп тоқтаған. Көліктің тура алдында лапылдаған қып-қызыл жалын. Ақымбек оған аңтарыла қарап қалған. Жаңағы дауыстар да сол жақтан естіліп тұрғандай. Жалын дегені от емес, қып-қызыл қан. Қанның түсі бұрық сарық, тулап, толасыз шапшуда. Ең сұмдығы, әлгі бұрқырап, ыршып жатқан қанның астында шыпырлаған адам денелері, еркек те, әйел де, бұрымы төгілген бой жеткенде, қолдарын көкке созып, төбе құйқаңды шымырлататындай азалы дауыспен аспан астында күңіреніп тұр. Үзілген ғұмыр, қиылған бұрым, зарлы үн толастаса қане. Алла, Алла, деді Ақымбек шошына қарап. Анау шапшып жатқан адамның қаны ғой. Құран кәрімде не деуші еді? Алла тағала адамды ұйыған қаннан жаратты деуші еді. Алланың аманатын қалай қорлап жатыр, бұған себепкер болғандар тамұққа түспей қалмас деп күйінгендей. Сөйткенше арба айдаушылар үлкен опаның жиегіне де жетіп, көліктегі мәйіттерді шұңқырға кезекпен кезек лақтыра бастады. Тезек төккен секілді, біреуін, екеуін,
үшеуін лақтырды. Құдай иіп, сол күнгі өліктер иістенбеген. Мұндайда қатты иістенген мәйіттерді арбакештер, жендеттер секілді айырмен шаншып түсіретін. Кезек Ақымбекке келгенде бұл өз денесін өзі құшақтап лақтырмаңдар, лақтырмаңдар деп жармаса кетті. Әлгі жендеттер Ақымбектің денесін көтеріп, көр апанға тастай беріп, «Әй, мына біреу әлі тірі екен, жиекке қоя тұрайық, ұзамай шаруасы бітер» деп, мұны көр апанның ернеуіне қалдырып кетті. Дәл осы уақытта Ақымбектің туыстары жылап еңіреп, қара мұрынның етегіндегі көр апанға жеткен еді. Олар да терең ұрада жыпырылып жатқан мәйіттерді көргенде естері шыға қорықты. Өліктердің үстінде әк құйып тастаған ұраның шет жағында 2-3 адамның мәйіті тізіліп тұр. Күнімхан күйеуін әлгілердің арасынан көрген бетте «Ақымбек-ау» деп зарлаған дауыспен отағасын бас салған. Сөйтсе шалы тірі. «О Құдай, оңдағыр, арысымай» деп өліп тірілгендей болғаны. Ақ сақалы ес-түссіз кірпігі болар болмас қимылдады. Алып бара жатқан ауру жоқ, діңкелеткен аштық, туыстарының үйіне алып келіп, өлдік өштік деп күні түні аузынан нәр тамызып, аптаға қарағанда шалының беті бері қарады. Содан бері жаратқанға тәубесін айтып, мына сапырылысқан жерден туғандарын кездестірген Құдайдың өлтірмейін дегені ғой деп шүкіршілік етуде. Өлім елесі. Ұжымға біріккен 10 шақты киіз үй тұр. Мұндағылардың бәрі де заманында Аймырзаның малын баққан, отын жаққан, биесін сауып, қымызын піскен балшыбектердің тілмен айтқанда жалшысы, жақыбайлары еді. Қазір солардың сайда саны, құмда ізі қалмай, тамақ іздеп тентіреп кеткен. Осы жағдайдың боларын ерте сезді ме кім білсін. Зият жылқышы 3 баласы әкесі Атабек пен шешесі Шәукеннің қолына қалдырып, өздері көлденең біреулерге ілесіп Балқашқа өтіп кетті. Сол кеткеннен мол кетті. Ұзын құлақ хабарға қарағанда жұмысқа ілігіп, күн көріп жүрсе керек. Кемпір мен шал балалары әне келеді, міне келеді деп жүргенде аштық келіп келікті. Жас шыққалы там тұмдаған талға жауы бітіп, енді ішерге ас қалмаған ауылды өлім елесі кезіп жүргендей. Бәрінен де Зияттың балаларына қиын болды. Баланың үлкені Әлнияз жетілер шамасында. Одан соң үйілмелі-сүйілмелі Ернияз бен Шайкүл. Аштыққа шыдамаған балалар шешелерін іздеп шырылдап жылағанда, Атабек ақсақал немерелерінің зарына шыдай алмай, жүрегі жылап, басы қалтақтап, беті ауған жаққа қаңғып кеткісі келген. Бірақ үйден ұзай алмады. Артына бұрылғанда қара шаңырағы бұған бір түрлі мұңая қарап тұрғандай аянышты көрінген. Солақ екен, жүрегі шым ете қалды. Қайда барам, қайда қаңғимын, өлсем, сүйегім босағамда қалсын деп кеудесін өксік кернеген қария сақалы селкілдеп тұрған жеріне отыра кеткен. Онсыз да аштық діңкелеткен Атабек ақсақал ұйықтап кеткен секілді ашық аспан астында жатып қалды. Құдайға жалбарынып, немерелерін құшақтап жатып, Шәукен Кейуана да көз жұмды. Қанша уақыт өткені белгісіз, үй үшін мүлгіген үнсіздік жайлаған. Жылаған баланың даусы естілмейді. Басын әзер көтерген Әлнияз қасында жатқан бауыры Ерниязды жұлқылап оята алмаған соң ұйықтап жатқан әжесіне келді. Шәукен Кейуана кішкентай Шайкүлді құшақтаған қалпы қатып қалған. Әлнияз әжелеп қанша айғайласа да, әжесі де, кішкентай Шайкүл де басын көтермеді. Әлнияз өксіп ұзақ жылады. Ендігі үміті атасы. Соны іздеп үйден шықты. Сөйтсе, атасы үйден арқан бойы жерде бүк түсіп, жантайған қалпы қимылсыз қалыпты. Мұны көрген Әлнияз, ата, тұршы деп шыңғырып, атасын жұлқылаумен болды. Жылап, талқысып кетсе керек, алыстан біреу, Әлнияз деп мұны шақырып тұрғандай болған. Сөйтсе шынында да бейтаныс адам мұны иығынан тартып жұлқылап тұр екен.
көзін ашқанда қайдан келгені белгісіз, жағы суалып, көзі аларған бір әйел бұған тесіле қарап қалған. Бала әуелгіде одан қорыққаны сонша, атасының өлі денесін құшақтап, соған тығыла берді. Сонда ғана әлгі әйел, «Қорықпа қарағым, сен Әлниязсың ба?» деді. Әлнияз да әйелдің тірі әруаққа айналған ұсқынынан үрей ұшып, атасының тасасына тығылып, қатты сескенді. Соны сезген әлгі әйел, «Әлнияз, сен қорықпа, бұл ауылда ешкім қалмаған екен. Мені танымадың ба? Мен Кеңшілік апаң ғой, келе ғой қарағым» деп, баланы басынан сипап, қолынан ұстады. Әлнияз Кеңшілікті сонда ғана шырамытты. Өңі тоңазданып, ұсқыны қашып, арып кеткен екен. Баланы қолымен демеп, бауырына тартты. Денесі дірілдеп, селкілдеп бірталай отырды. Сөйтсе, жылап отыр екен. Әлі бітіп, тынысы тарылғандай, сәлден соң Әлниязға жүзін беріп, «Мен сені мына төменде тұратын әкеңнің туысқаны Жоламан ағаңның үйіне апарайын. Саған қарайласып, қол ұшын беретін сол ғана. Жүре ғой» деп, баланы жетектеп, Жоламанның ауылына баратын жалғыз аяқ сүрлеуге түсті. Аштық өткен Кеңшіліктің өзі жол жүре алмай бұралып зорға келеді. Өзегіне аштық түскен Әлнияздың да қуаты азайып, қарыс жер жүру мұң бола бастаған. Соны сезген Кеңшілік, «Қарағым Әлнияз» деді, сөзін үзіп-үзіп сыбырлай сөйлеп, «Шаршама, әнебір тұмсыққа іліксек, ар жағында Жоламан ағаңның үйі көрініп тұрады» деді, даусы құмығып, сөзін әзер жалғады. «Мен Шәукен апаға жетсем, тірі қалармын деп келіп едім. Қайтейін, Құдай жаратпаған жан болдық та. Сен аман бол қарағым» деп, әр сөзін бөліп-бөліп әзер айтқан Кеңшілік, әлгі өзі көрсеткен жерге қалтақтап зорға жетті. Шынында да алдарынан бір жатаған төмпешіктің төбесі қарауытып көрінген. «Әлнияз, қалқам, анау Жоламан ағаңның үйі. Сен оларды білесің ғой. Рұқия тәтеңді ұмытқан жоқсың ба? Бара ғой, қарағым, мен шаршап қалдым, кішкене дем алып тұрайын» деді. Осыны айтқан Кеңшілік көгалдың үстінде жантая берді. Әйелдің өңі сұп-сұр болып, көз жанары әлсіз сәуле шашқандай. «Бара бер, шамаң келгенше тез бар, әлсіреп қаласың» деді. Әлнияздың көз алдында атасы мен әжесі келді. Солар құсап, Кеңшілік апада өліп қалама деген қорқынышты ой Жоламан ағасының үйіне қарай алып ұшқанды. Бірақ қанша тез жүрем десе де, белі бүгіліп, әлі кетіп жанталасқан ол әлгі үйге әзер жетті. Үйдің есік терезесінің қай тұста екені белгісіз екен. Бала соны іздеп үйге кіре алмай, қақпаның сыртын сипалап, есікті зорға тауып ішке өтті. Сөйтсе, үй дегені жартылай жерді қазып, төбесін жапқан жер кепе екен. Үйде Жоламан ағасы жоқ, 3-4 бала мен Рұқия тәтесі ғана бар. Әлнияз Рұқияны көргенде, шешесін көргендей құшақтай алып, кемсеңдеп жылап жіберген. Баланы бірден таныған Рұқия, «Әлнияз, сен бісің қарағым-ау, бұл үйді қалай таптың?» деп таңырқай сөйледі. Артынша баланың жағдайын тез түсінген ол, тостағанға құйылған сұйық затты баланың аузына тосты. Онысы сорпа секілді. Соны ішіп, еш жинаған Әлнияз, «Тәте, ана жерде Кеңшілік апа жүре алмай қалды. Үйбай, өзіміздің Кең апа ма? Шораның әйелі ме?» «Иә тәте». «Ойбу Құдай-ай, жүр тез жетейік» деп, далаға асығыс шыққан Рұқия үйге қайта кіріп, құтыға жаңағы сорпасынан құйып ала шықты. Екеуі әлгі жерге асығыс басып жетсе, жарықтық Кеңшілік апа да жан тәсілім болған екен. Мұны көрген Әлнияз өксіп жылап жіберді. Жоламан келген соң Кеңшілікті арулап жерледі. Басына тастан белгі қойды. «Әлнияз» деді Жоламан, «Міне, сені ажалдан аман алып қалған Кеңшілік тәтең осы жерде жатыр. Ұмытпағайсың».